Біз күн сайын ақылды адамдардан адам алдына мақсат қойып қимылдау керек. Мақсаты жоқ кісі теңізде адасқан кеме сияқты. Арманы жоқ пенде жансыз дене. Адамды алға жетелейтін негізгі фактор мақсат мұраты деген сыңайдағы ақылды жиі естиміз. Мотиваторлар қазір бұл ілімді ақылы түрде таратқанда түбін түсіреді. Болашаққа мақсат, жоспар құрудың түр-түрін үйретеді. Көбі содан жақсы болып кеттік деп жатады. Ал логотерапия мүлде басқаша бағыт ұстанады. Адамды алға жетелеуші фактор мақсат не жоспар емес, трансцендентті мән дейді. Шатасу осы арада басталады. Бізді алға сүйреуші объект мақсат па, әлде мән бе? Бұл екеуінің не айырмашылығы бар? Философиялық ойға берілмей-ақ алдымызға мақсат қойып, сол арқылы дами берсек болмас па? Мақсатты кім анықтайды? Мәнді кім белгілейді? Құрметті оқырман, өмірлік тәжірибеңізге сүйеніп, сұраққа жауап беріңіз. Жауап. Мақсатты ақыл анықтайды, мәнді ар-ұят белгілейді. Фрейд психоанализ бойынша адамды бала кездегі оқиғалардың құрбаны ретінде сипаттаған еді. Адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетін балалық шақтағы оқиғалармен байланыстырып, адамның тағдырын биологиялық инстинкттер анықтайды дегенге сенді. Бір кездері шәкірті болған Альфред Адлер оған қарсы шықты. Ол Фрейдтікі белгілі бір деңгейде дұрыс, кейбір қабілеттер мен мінез ерекшеліктері бізге өткен өмірден мұра болып қалған. Бірақ біз өткен шаққа байлана бермей, назарды тек келешекке аударуымыз қажет. Өйткені болашаққа деген жоспарымыз бізге көбірек әсер етеді. Сондықтан адам алдына неғұрлым мықты мақсат қойып талпынса, соғұрлым потенциалы ашылып, өзін жүзеге асырады. Адамды алға жетелеуші бірден бір фактор мақсат мұрат дейді. Осы жерде ескеретін бір жайт бар. Расында мақсат пен жоспарды ақыл анықтайды. Ал ақыл күші кез келген нәрсеге жоспар құра береді. Мысалы, билікке жабысып алып, өз халқын тонаушы тирандарды алып қараңыз. Олар мақсатты түрде болашаққа жоспар құрып өте сақ қимылдайды. Ақылмен айласын асырғанда шарасыз жұрт жер-көкке сыймай тентіреп кетеді. Хакерлер де солай. Сұңғыла басымен банктерді үйінде отырып тонай алады. Яғни ақыл негізінен осы дүниеге қатысты мәселеде ызғырып тұрады. Ал ғайыптағы мәнді адам өз қалауына қарай анықтай алмайды. Мәнді ар-ұят феномені белгілейді. Ар-ұяттың табиғаты трансцендентті болады. Яғни ардың бір ұшы тәңірлік әлемге жалғанып тұр. Сондықтан да ар-ұяттың талабы объективті болады. Кез келген адамды, «Ей арсыз, ұялмайсың ба?» деп тоқтата аламыз. Сол кезде екі беттің қызарып кетуі күллі адамзатқа ортақ сезім екенін анық көрсетеді. Ал кірленген жүректе ар-ұят жиі шатасады. Мән анық сезіліп тұрмайды. Болашағы бұлдырлап, ойы тұманданып кетеді. Өмірден жалығу сол кезде үдейді. Жүректі таза ұста деген моральдың мәні осыдан шыққан. Кісінің көңіліне қарап, ардың үнін тұншықтырма, ардың әмірін сыпайы жолмен болсын, қалайда жеткіз деген тәмсіл де осымен байланысты. Сондықтан ар-ұят мән тұрған тарапты айқын көрсеткен соң барып мақсат құру кезеңіне өту қажет. Жоспар мәнді, мағыналы тірлікке сәтімен жалғану үшін құрылады. Осы кезде ақылдың қуаты ар-ұят айқындап берген асыл мұратты игеруге кіріскенде адамның потенциалы толық ашылып, өзін жүзеге асырады. Сонда ғана адам баласы ақыл күшінен игілікті пайда табады. Ар-ұят жоқ жерде ақыл күші не болса соған ұрына береді.